Сәлем достар, қалайсыздар? Құрметті менің көрермендерім. Бұл тұстағы павлония ағашының тұқымының өсіп жатқан өскендері жай өсіп жатқасын мен басқа бір ыдысқа ауыстырып жатырмын. Осындай вермикулит деген топырақ тәрізді материалды алдым. Бұл деген ылғалдылық сақтап тұрады топыраққа. Сосын жаңағыдай тұқымдарды еккенде жақсы шығады. Осылай Филиптен заказ бердім. Топырақпен екеуін араластырдым да енді осы павлонияның топырақтарын қойып жатырмын. Осылай белгілеп алам. Енді егіп шығатын боламыз. Қолмен аламыз осылай. Қолмен тартқанда алынады. Қарай. Осылай егетін боламыз. Бұл экспериментті жасап көріп жатырмыз. Қалай болады? Кәдімгі топырақта енді өсуі баяу болғандықтан вермикулит араластырып жатырмын. Бетін жауып қоятын боламын. Қарай түсіріп, үстіне топырақты қоятын боламын. Солаймыз. Күннің көзіне қоям. Бұл енді жасап жатқан тәжірибем. Қалай өсетінін сіздерге тағы да көрсететін болам. Павлония ағашының тұқымын егіп жатқан видеоларым алдыңғы видеоларымда бар. Жалпы үлкен ағаш болып өседі. Бұл ағаштың пайдасы өте зор. Музыкалық аспаптар жасайды, құрылыс материалдарын жасайды. Ұзын болып 25-30 метрге дейін өсе береді. Осылай, достар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Өздеріңіздің пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Мен білмеген нәрселер болса да айта беріңіздер. Қош сау болыңыздар. Достар, дәл осы әдіспен осы вермикулит қосылған топыраққа бегонияларымыздың атростықтарында қойып шығамыз. Және де ішінде доллар гүлінің де теңге гүлі, оның да атростықтары бар. Геран гүлімнің де атростығын қойып қойдым. Енді бұлар тамырлануы керек. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. 1/3 есебінде топырақпен араластырасыздар. Мысалы 1 стакан вермикулит, 3 стакан топырақ.